Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Мынадай көп сұрақ қойылады. Косинка тоқу үшін қандай пайдалансақ болады деген сияқты. Қазір алдымыз жаз болып келе жатыр, соған байланысты мақта салқын болады. Мақта жіпті пайдалансақ болады. Мақта жіптің де қалыңы, жұқасы, орташасы деген болады. Бірыңғай мақта жіп қалыңын алсаңыздар, ол ауыр болады. Сондықтан орташасы дұрыс. Орташасын қалай таңдаймыз? Орташасы мысалға 120-170 метр 50 грамм болса, осы косинкаге де, сосын жаңағы безрукавка дейді, жеңсіз жемпір дейміз ба, кеудеше дейміз ба, соған да жарайды. Енді таза мақтадан гөрі 50% болсын, қанша пайыз болса да, мақтамен бамбук болса, жұмсақ, салқын, жеңіл болады. Мысалға 50% бамбук болса, 50% не болса, мақта болса, пайызына қарай ала бересіздер. Мысалға мақтасы көбірек болсын десеңіз, мақтасы көбірек қылып алсаңыз да болады. Ал енді мақтаның тағы бір түрі бар. Жылтыр болса десеңіз, егер орамалың, косинкаңыз болсын, безрукавкаңыз болсын, тоққан жылтыр болсын десеңіз, олда да сондай 120-170 метрлік 50 граммдық алсаңыз, 50% мақта, 50% вискоза болса, бұл неден, бамбуктан айырмашылығы жылтыр болады. Жылтыр болсын десеңіз, осыны таңдасаңыз болады. Бірақ бұның сәл созылуы мүмкін. Енді косинка мен кеудешеге осылай жіп таңдауға болады.